Бүгін біз Сырдария ауданы Амангелді ауылындамыз. Ауылдағы жастардың тұрмыс тіршілігімен танысып, сұхбаттасатын боламыз. Кеттік! Ауылда қанша жас бар? Біздің Амангелді ауылында 2674 тұрғын бар. Оның ішінде 565 жас бар. Оның ішінде кәсіпкерлеріміз, жас кәсіпкерлеріміз бар 28. Ауылымызда жұмыссыз жастар жоқ деп айтқанымыз өтірік болады. Енді жұмыссыз жастарымыз бар. Бірақ енді дегенмен сол кісілерді кәсіпкер болуға, кәсіпкерлікпен айналысуына, тұрақты жұмысқа орналастыруына жүйелі жұмыстарымызды жасап жатырмыз. Мемлекеттік университетте оқи отырып, магистр дәрежесін алдым. Содан кейін осы аудан төңірегінде жас ғалым атанып, түрлі байқауларда жетекшілік жасап, әділ қазы болып, оқушыларды республикалық, облыстық жарыстарға дайындай отырып, жас ғалым атанып кетті. Жоспарыңыз немен айналысып жатырсыз? Қазіргі таңда менің ең өзекті өзімнің жасап жатқан жұмысым ол авторлық бағдарлама. Оны қазір дайындау үстіндемін. Өйткені мен биыл Астана қаласында ұлттық бірыңғай тестілеу сұрақтарын құрастыру, яғни әзірлеуге барып қайттым. Сол кезде сол келгеннен кейін ой түйгенім осы ұлттық бірыңғай тестілеуге оқушылардың қалай дайындалу керек, осы физика пәнінен қалай дайындалу жеңіл жолдары бар, соны қарастыруда осы авторлық бағдарлама құрастырып жатырмын. Бұл ауылдың жастары өз-өзін жұмыспен қамтыған. Бала күнімнен осы ЗИЛ автокөлігіне деген қызығушылығым зор болды. Әкемізге қарап үйреніп, әкеміз бір жерін істеп шұқыласа, бізде қарап сол кісіден үйрендік енді әкеміз. Қазір осы автокөлікпен не тасисыздар негізі? Жаздың күні бұл автокөлікпен кесек тасимыз қалаға, топырақ тасимыз ауылға, қыстың күні көмір әкелеміз ауылға, қолжетімді бағада халыққа қарайласып тұрамыз енді. Табыс бар ма одан? Табыс өзімізге жетерліктей табыс табылады. Жаздың күні әсіресе тіршіліктің қызған шағы жаздың күні мысалға кесек тасимыз қалаға. Күнде мысалға 3-4 мәрте қатынайтын кездеріміз болады. Бір рейс қанша? Бір рейс 25 теңгеден апарып береміз 2000 кесекті. 2000 кесек сияды ғой артынан. 2000 кесек жинап дейміз. Ауылдың енді 80% кесек құйады енді жаздың күні. Кесекті қалаға сатасыздар? Қалаға апарып сатамыз. Зилдар бар, 50 шақты зил бар ауылда. Сол барлығы кесек алып, кесек тасимыз қалаға. Көбісі сол жастар ма? Сіз сияқты жастар бар, қарт үлкен кісілер де бар енді. Орта буын өкілдері көп деп айтайын енді. Менің есімім Құралай Мейрамбек, жасым 18-де, Қызылорда облысы Сырдария ауданы Амангелді ауылының тумасымын. Бір қызық мәлімет айта кетейік. 2021 жылы Қазақстан дауысы жобасының жеңімпазы жерлесіміз Құралай Мейрамбек осы керемет сахнада 5 жасынан бастап өнер көрсетуді бастаған. Ашылған кезде бәрі бірден болып кетмейтін өзіңіз де білесіз. Енді жаймен келе ашылды. Қазіртен ауыл жастарымыз бірігіп қолдап. Суреттің өзіне қарап тұрсаңыз, көше жөнделді, ауыл жастары бар, үлкендеріміз бар, орта буынымыз барлығымыз. Тұрмыс төмен кісілерімізге азық-түлік таратылды. Жалғызбасты әкелерімізге, жалғызбасты аналарымыздың үй жағында қыстың күні қарды күреді. Тазалық жұмыстары болды қаншама. Осы суреттен қарап отырсаңыз да осы. 25-20 адам қолынан келмейді, ауылдың сол жастары ғой. Бұл жасалып жатқан істерге негізі қаржыландыру бар ма? Негізі былай қаржыландыратын болғанда ондай қаржыландыратын дүние жоқ. Бізге келіп андайсыңдар. Бізге жаңа кәсіпкерлер, жаңа айттық қой, ішінде кәсіпкерлер бар. Өзінің жаңа жұмысымен айналысып жатқан сол кісілер көмек береді. Бірақ енді қазір жақсы. Жастарымыз тыңдайды шүкір. Келдесек келеді, жинал десең жиналады. Осындай жерге көмек берейік десек үлкендерімізге дейін келеді. Только жастар, үлкендеріміз жасы 50-ге келіп қалған, 40-қа келіп қалған кісілер бізден не көмек жоқ? Сендер істеп жатсыңдар, бізді жүрейік. Көшемізге қар жауғаннан кейін мұз болады, машина тайғақ деген сөз болады ғой. Сол кезде ауыл жастары бар,
айтқан кезімізде бір ауыз сөзімізді тыңдап өздері де хабарласып қаржы құдығы бәріміз бүгін мына машинаны шығарайық, біз мынаны былай қылайық, сіздер мынаны қылсаңыздар, бізге осындай болса бізге көлік тауып берсеңіздер біз өзіміз ақ істейік деп өздері де келіп бізге ақыл айтады арасында. Штабтың қажеттілігі бар ма? Штабтың қажеттілігі әрине бар. Негізі демей берсең ауылдың балдары жақсы. Біз қазір көзіміз жетті, 2-3 күн көлемі болып істеп жатқанымыз. Болмасын деген оңбас деп бәрі болады, көмек болса деген. Мал шаруашылығымен кішкентай кезімнен бастап араласып жүрмін. Жеке кәсіппен жаздан бері араласып жатырмын. Мемлекеттен қайтарымсыз кредиттен 15% қой алдым. Қойдың өнімі тек көктемде басылады. Енді көктемде шашлықтың бәрі басылады ғой. Көктемде басылады. Сол кезде біздің жұмысымыз жүреді. Бордақылаймын. Сосын ауылдың мекендерге, иткелектегілерге сойып беремін. Төменгі шамалы, төменгі бағада қаладан гөрі. Көктемнен қара күзге дейін жұмысым жақсы жүреді. Қыста көбінесе бордақыда тұрады қойлар. Қойларды одан әрі көбейтіп, ал енді ауыл ішінен ортасынан, орталық жақтан бір жеке магазинді ашқым келеді. Жасың нешеде қазір? 20-да. 20-дағы қылшылдап тұрған кезде қызықтардың барлығы, жастық шақтың бәрі осы малмен кетіп қалып отқан жоқ қой? Қалай ойлайсың? Әр адамның өзіне байланысты. Мен азанда тұрам, азанға 6-та жайғасам малды. 3 мезгіл жайғайым қойды. Азанда жайғайым, түсте жайғайым, кешке жайғайым. Азаннан кешке қарай енді үйдің жұмысы ғой енді, үйдің тірлігі. Кешкілік енді өзің жеке уақыт болады. Жеке уақытыңды пайдалана білсең болды. Жем, шөп дегендерді қай жақтан аласың? Жем шөпті мынау қора тұр. Мына үлкен қора тұр. Жазда шөпті сатып ала қоймаймын. Осы шөптің бәрі осы қорадан шыққан. Жоңышқа егіп, мия, қамыс бәрі осы жақтан шығады. Мына құрылғымен шөп турап берем. Қой бордақылаған кезде. Сатып алмайсыз? Сатып алам, жем сатып алам ғой. Пайда бар ма енді осыдан? Пайда бар. Айына қанша тұрасың? Есеппен. Мысалға. Айына енді кейін потолок тапқаным 200. 200 мың теңге. Қойдың еті 2200-ден. 2200-ден сойып береді, не алады? Мен бірақ 2150-ден кейбіргейді ауылдың ішіне сондайдан сойып берем. Өзім өтіміме де жақсы. Өнім таза. Қолдап өзімше бордақылаймын. Мамандығым ветеринар. Укол, дәрі бәрін өзім әкеп сала берем. Өзің саласың. 6 ай сайын бауыр құрттың дәрісін беріп отырам, таблеткасын. Әйтпесе бауыр кетіп қалады, бауыр құрттап кетеді қойларын. Сиыр малда сондай. Сиырға да, қойға да 6 ай сайын беріп отырам. Өзің қатар достарыңа не айтар едің? Осылай мал шаруашылығымен айналыса берсін. Ақшаң бәрі бұлайынша малда бақсаң тек көп ойлайды, қиын не қылады деп. Бірақ на самом деле дымда қиындық жоқ. Тек жемісін көрсең, арғай өзің істей бересің. Елді мекендегі ауылдық мәдениет үйіне, мектеп-лицейіміз бірлесе отырып, осы ауылдағы жастар саясатын дамытуға арналған жобаларымызды, шараларымызды өткізіп жүргізіп отырамыз. Кәсіпкер ағаларымызбен ақылдасып отырып, сол кісілер қолдауын көрсетіп, енді осы кезге дейін осы Амангелді ауылының жастар саясатын дамытуға бағытталған біршама жұмыстар атқарылып, енді ол енді мемлекеттен қаржы қаралмаған екен деп тоқтап қалғанымыз жоқ. Не істейді өз жастар? Ауылда. Ауылдағы жастарымыз біздің қайда барады? Көп жастарымыз біз енді Қызылорда қаласына жақын болғандықтан сол жақта жұмыс жасайды осы біздің жастарымыз. Одан бөлек енді осы елді мекендегі әлеуметтік нысандарымыз, мекемелеріміз бар, сол мекемелерде тұрақты жұмыстар атқарады. Одан бөлек жастар практикасымен айналысады. Енді жастарымыз қайда барады деген сұраққа жауап бергім келгені, бізде осы кітапхананың жанынан коуворкинг орталығы ашылған. Сол орталықта бос уақыттарын тиімді пайдаланады. Одан бөлек енді осы мектеп-лицейіміздің басшылық құрамымен келісіп, осы жастардың бос уақытын тиімді пайдаланайық деген мақсатпен сол спорт залын, одан бер жағында спорт мектебі бар, сол мектептердің залдарын екі жақты келісіп, сол жастарымыз барып спортпен шұғылданады сол жақта.
Ассалаумағалейкум жігіттер. Иә. Қызылордаға кім жүреді? Мен жүремін. Сіз жүресіз. Машина? Мына көріп қой. Жақсы. Отырайық. Ауылдағы жастар тек қана осы таксимен айналыса ма енді? Жоқ, былайша қолы бос кезде қалаға халыққа қатынаумен айналысады былайша. Бірақ ауылда мал шаруашылығымен айналысамыз ғой, жастар. Сіз өзіңіз таксимен айналысасыз? Иә, таксимен айналысамын. Қанша жыл болды таксимен айналысу? 1-2 жыл болып қалды. Қызылордаға баруым қанша, қайтуым қанша? Қызылордаға барып қайту 500 теңге, сол халыққа қолайлығы. 500 теңгемен 4 адам 2000? Иә, 2000 теңге барамыз. Қанша километр негізі Қызылордаға? 25 километр ғой. 25 километр барасыздар, 25 қайтасыз. Қайтамыз 50 километр. Иә, күнде бір рейс ұрамыз әйтеуір. Күнде бір рейс? 1-2 рейс ұрамыз ғой. Ол бала шаған нәпақа жете ме әйтеуір? Жетеді, шүкір Аллаға. Амангелді жастары қаншалық деңгейде ғылыммен айналысып жатыр, және де осы сіздердің алып келген осы авторлық жобаларыңыз мүмкін осы ауылға пайдасын тигізіп жатқандар бар ма? Облыстық ғылыми жобаға қатысу барысында осы ауылдағы біздің, яғни баламалы энергия көздерін зерттеу болды. Біздің мақсатымыз сол кезде осы ауылдық жердегі мал шаруашылығымен, яғни шаруашылықпен айналысатын кәсіпкерлердің осы күн энергиясын пайдалануын, оның қандай қажеттілігі барын соны зерттей отырып, өзіміздің ғылыми жобамызға кірістіріп, жүлделі 2-ші орынға ие болды. Тағы да айта кететін болсақ, биогаз қолдануды қазіргі таңда, яғни өзіңіз білесіз, ауылдық жерге газ тартылмаған, биогазды қолдану жөнінде ұсыныстар түсіп жатыр. Биогазды қолдану, оның қондырғысын орнату, жалпы айтқанда бір шаруашылықты газбен қамтамасыз ету жолында ұсыныстар түсіп жатыр. Алдағы уақытта соны жүзеге асыруға жұмыстар жасайтын боламыз. Қазіргі таңда енді үйдеміз, жаздың күні шығамыз енді көктемге. Жазда тапқан табыс қысқа? Қыста көмір тасимыз енді. Қазір пока тұр. Күзде тасыдық көмірді. Қазір бұзылып тұрмайын ғой? Қазір жүріп тұр былайша қоттылады ғой. Жазғы маусымдарда енді жақсы табыс табады енді. Сиылдар күніне қалаға 2-3 мәрте барып қайтқанның өзінде рейсіне 10 мың қалса да бұйырған деп қайта береміз. Күніне былайша 3 рейс апардым дегеннің өзінде 30 мың теңге қалады ғой. Иә. Қазіргі өзіңіздің қатарлас, замандас достарыңызға, жастарға не айтар едіңіз? Жастарға енді ұсыныс. Иә. Әлеуметтік желіге көп отырмай, еңбекқор болуға шақырамын жастарды. Иә, еңбек етем деген адамға 2 қолға 1 күрек табылады. Осы сәтті пайдалана отырып айтқым келеді, құрметті достар, құрметті жастар, ауылға келіңіздер. Ырыс берекенің барлығы ауылда. Барша достарымды мен осы ауылға, елге, халыққа қызмет жасауға шақырамын. Құрметті достар, осымен Сырдария ауданы Амангелді ауылындағы сұхбатымыз, кездесуіміз өз мәресіне жетті. Егер де біздің осы жобамыз ұнап жатса, мүмкін қандай да бір ауылды көргіңіз келсе, төменге пікір қалдырыңыз, ұсыныс айтыңыз, лайк басыңыз, пікір жазыңыз. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.